Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Оны түзетуге тырысқан қателігі үшін жұмыстан шығарды. Ал дәл сол қате кейін оған 47,5 миллион доллар әкеліп, кеңсе әлемін мәңгілікке өзгертті. Даллас, Техас. Бетти Несмит Грэм ажырасқан кішкентай ұлы Майклды жалғыз өзі тәрбиелеп отырған әйел еді. Ол айына небәрі 300 доллар жалақы алатын хатшы болып жұмыс істеді. Жас өспірім кезінде мектепті тастап кеткен, ал теру шеберлігі шынын айтқанда мінсіз емес болатын. Соған қарамастан банктегі жұмысы оған ауадай қажет еді. Өйткені отбасын өзі асырап отырды. Барлық мәселе IBM компаниясының жаңа электрлі жазу машинкалары пайда болғанда басталды. Олар өте жылдам жұмыс істейтін, бірақ қателікті кешірмейтін. Титтей қате жіберілсе, бүкіл бетті қайта теру керек болатын. Кейде бірнеше бетті қатарынан лента өшіруге мүмкіндік бермеді. Өшіргіш тек сияны жайып жіберетін. Бетти кез келген қателік үшін жұмысынан айырылып қалам ба деп үнемі қорқынышта жүрді. 1954 жылдың желтоқсанында ол банктың витриналарын мерекеге безендіріп жатқан суретшілерді байқады. Олар қате штрих жасап қойса, оны жай ғана бояп, әрі қарай жалғастыра беретін. Сол сәтте оның ойына бір идея келді. Неге мәтінмен дәл солай жасамасқа? Сол кеште Бетти өз ас үйінде темпер бояуды блендерде араластырып, банктың фирмалық қағазының түсіне дәл келтіріп дайындады. Қоспаны кішкентай құтыға құйып, қылғалам алды да келесі күні бәрін жұмысқа алып келді. Алғаш рет қате әріпті бояп жапқанда жүрегі дүрсілдеп тұрды. Көрініп қалама, бастық байқап қояма. Бояу мінсіз кеуіп шықты. Ешкім ештеңе байқамады. Бетти өзі де байқамастан кейін бүкіл әлемдегі миллиондаған жұмыс үстелін өзгертетін өнімді ойлап тапқан еді. Басқа хатшылар оның кішкентай айласын тез аңғарды. Олар сиқырлы бояудан құты сұрай бастады. Бетти қоспаны үйінде дайындайтын. Ал жас өспірім ұлы Майкл достарымен бірге құтыларды қолмен толтырып, сағатына $1 табатын. Күн көру үшін басталған іс бірте-бірте нағыз бизнеске айналды. 1957 жылға қарай ол айына шамамен 100 құты сата бастады. 1958 жылы Бетти өнімге Liquid Paper деген атау беріп, патентке өтініш берді. Арнайы журналдағы мақаладан кейін оған 500-ден астам сұраныс келіп түсті. General Electric компаниясы 3 түрлі түсте 400-ден астам құтыға тапсырыс берді. Алайда, хатшы болып жұмыс істеу мен бизнесті қатар алып жүру барған сайын қиындай түсті. Күндіз кеңседе жұмыс істеп, түнде хаттарға жауап беріп, бояу араластырып, тапсырыстар дайындайтын. Сол кезде әлгі қате орын алды. 1958 жылы қатты шаршаған Бетти ресми банк құжатына банк атауының орнына өз компаниясының атын жазып қойды. Ол бірден жұмыстан шығарылды. Көп адам мұны күйреу деп қабылдар еді. Ал Бетти үшін бұл еркіндік болды. Негізгі жұмысынан айырылған соң, ол бар уақытын Liquid Paperға арнады. Бизнесті ресми түрде тіркеп, формуланы жетілдіріп, ірі клиенттерді тартты. 1962 жылы сауда агенті Роберт Грэмге тұрмысқа шығып, ол да іске қосылды. Өсу қарқыны өте жылдан болды. 1968 жылға қарай Liquid Paper'ның Далласта өз автоматтандырылған зауыты пайда болды. 1975 жылы компания жылына 25 миллион құты шығарып, өнімін 31 елде сатты.
Алайда табыспен бірге сынақтар да келді. Екінші күйеуі компанияны өз бақылауына алуға, формуланы өзгертуге және оны құқықтарынан айыруға тырысты. Бетти күресті және берілмеді. Өз үлесін сақтап қалып, ажырасуға арыз берді. 1979 жылы бір кездері қате қолтаңбасы үшін жұмыстан қуылған әйел Liquid Paper компаниясын Gillette корпорациясына $47,5 миллион сатты. Сатылымнан кейін ол бизнес пен өнердегі әйелдерді қолдау үшін екі қор құрды. Компанияны адами құндылықтарға негіздеп басқарды. Өндірісте балалар бөлмесі, қызметкерлерге арналған кітапхана, ұжымдық шешім қабылдау жүйесі болды. Ол бизнесті абыройлы әрі адамгершілікті етуге болады деп сенді. Бетти 1980 жылы 56 жасында мәміледен кейін небәрі бірнеше айдан соң өмірден өтті. Оның ұлы Майкл кезінде ас үйде құтыларды толтырған сол бала $25 миллион мұрагер болды. Әлемге ол The Monkees тобының мүшесі Майк Несмит ретінде танымал. Ол анасының қайырымдылық ісін жалғастырды. Оның айқын көріпкелдігі болды, деді ол анасы туралы 1983 жылы. Ол оны халықаралық корпорацияға айналдырды. Миллиондаған хатшыға көмектесті. Тағдырдың ирониясы мінсіз. Әйелді қате үшін жұмыстан шығарды. Ал ол адамдарға сол қателерді түзетуге мүмкіндік беретін империя құрды. Liquid Paperға дейін бір қате бірнеше сағаттық еңбектің зая кетуіне әкелетін. Liquid Paperдан кейін қателер секундтар ішінде түзетілетін жай ғана жұмыс бөлігіне айналды. Бірақ бұл оқиға тек корректор туралы емес. Бұл ештеңені өзгерту мүмкін емес деген оймен келіспегенде не болатыны туралы. Әлсіздікті күшке айналдыру жайлы. Шешімі жоқтай көрінген мәселеге қарап тұрып, бұдан да жақсы жолы болу керек деген әйел туралы. Және ол сол жолды өзі жасады. Оны жұмысынан айырған қате еркіндікке апарар жол болды. Кейде ең жақсы түзету өз өміріңді өзгерту. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.